Рахмет әріптестер, біз өлең оқуға дайын тұрмыз. Менің артымда бір мектептің барлық ұжымы, оқушы, ұстаз, еден жуушы, тазалықшы, күзетші, яғни 2000-нан астам адам тұр. Олай болса көп созбайық, бастайық. Осындай көңіл күймен Айгүл ханым, жалпы бұл бастаманы көтеруге не түрткі болды? Енді біз Абай мектебі болғандықтан, мектебімізде Абайдың өлеңін оқу, ол басты міндетіміз болды. Сондықтан біздің оқушыларымыз әр дүйсенбі сайын әнұранды айтатын болса, сол әнұраннан кейін осы Абай атамыздың ғылым таппай мақтанбасын жатқа оқиды. Жалпы ұлы ойшылдың оқушыларыңыз қанша өлеңін жатқа біледі? Енді біздің оқушыларымыз әр осы Абайға қатысты кез келген сайыстардан жүлдегер атанып келіп отырады. Соның өзінде біз үнемі осы Абай оқуларының республикалық деңгейдегі жыл сайын жүлдегерлеріміз, біздің оқушыларымыз Абайдың 180 өлеңіне дейін жатқа білетін оқушыларымыз бар. Абай атамыздың 180 жылдығына орай тағы да қандай іс-шараларды жоспарлап отырсыздар? Енді біз биылғы оқу жылында 2025 жылдан бастап біз Абайдың 180 жылдығына байланысты мектебімізде 180 іс-шара жоспарланған болатын. Соның 50%-на жуығын осы оқу жылында біз аяқтадық. Ол қалалық деңгейде, республикалық, халықаралық деңгейде де түрлі семинарларымыз өтті. Соның ішінде мектепшілікте бірнеше іс-шараларымыз өтіп отырады. Ақпаратыңызға рахмет. Олай болса мен тазалықшы ханымды сөзге тартайын. Абай атамыздың қандай өлеңін сіз жатқа білесіз? Абай атамыздың өлеңдері бала кезіміздегі көзімнің қарасы, желсіз түнде жарық-ай, айттым саған қаламқас. Олай болса біреуін шырқап бересіз бе бізге? Әрине шырқап берем. Желсіз түнде жарық-ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Қымбатты көрермендер, өткенде ғана алматылық 3000 оқушы Абай атамыздың өлеңін жатқа оқып челлендж бастап та үлгерген екен. Біз бұл үрдісті жалғастырдық. Олай болса сіздер де қолдаңыздар. Студия сөз кезегі өздеріңізде.